Авендер дегеніміз бұл құрамында бензол сақинасы бар сықылды көмірсутектер. Қараңыз, авендердің басқа органикалық қосылыстардың қарағандағы айырмашылығы олардың барлық өкілдерінде бензолдың сақинасы болатын болады. Яғни барлық авендер бензол сақинасын өзінде ұстап тұрады да, бірақ та олардың өзара айырмашылығы тек қана осы бензол сақинасының ішіндегі оңбасауларда болады. Енді қараңыз, бензол сақинасын егер естеріңізде болса, бізде алкиндер деген тақырыпта өтіп едік, және де кішкене циклі алкандарды өтіп едік. Қараңыз, бензол дегеніміз бұл құрамында 6 көмірсутек бар, және де сол 6 көмірсутек бізде 6 бұрышты фигура түзеді. Осы бізде 6 бұрыш, яғни гекс деген гексаэдр, немесе типа органикалық химияның тілімен айтқанда циклогексан. Циклогексан бұл жерде кәдімгі циклогексан емес. Кәдімгі циклогександа бізде просто жай байланыста болатын еді. Енді қараңыз, бензолда біздерде қос байланыстар пайда болады. Яғни осы циклогексанның құрамында біздерде мынандай қос байланыс пайда болады. Біреу, екеу, үшеу. Осы циклогександы ашып жазатын болсақ, біздерде әр көміртекте біздерде бір сутектен болады. Осылай бүкіл бензолдың ішіндегі көмірсутектер бірдей болады. Сол бірдей болғандықтан мұндағы қос байланыстар бір жерде отырмайтын болады. Олар әрдайым бір путешествиеде жүреді. Сол путешествие бірақ та осы 6 көміртектің арасында болады. Сол көміртектердің арасында қозғалғандықтан олар мынандай шарик болып жүгіріп жүреді постоянно молекуланың ішінде. Сондықтан біздерде бензолды кейбір кезде мынандай қылып циклогексан ішіндегі шарик қылып көрсететін болады қос байланыстарды. Енді қараңыз, авендердің құрамында сигма байланыстар және 3 пи байланыстар бар. Бұл түсінікті шығар, жай байланыстар болады. Сигма байланыстар, ал екінші байланыс бұл пи байланыс деп аталады. Пи байланыстардың бір электрон болтын құрайтын болады. Мұндағы 3 байланыс бір-бірінен ажыратылмайды. Сонда мұндағы ажыратылмағандықтан олар постоянно қозғалыста жүреді деп айтылды. Сондықтан да оларды мынандай шарик деп көрсететін едік. Енді олардың өкілдері мен изомериясына келетін болсақ, біздерде біріншіден авендердің бірінші өкілі бұл бензол. Бензолдың өзі, мынандай қос байланыстар бар. Енді келесі өкілі просто тура сол бензол, бірақ та сыртында мынандай царшуш бар. Яғни тағы бір егер келесіне кететін болсақ, өкіліне тура солай бензол, мында царшуш и мында тағы бір царшуш. Осы біздерде сонда авендердің өкілдері осы болатын болады. Сонда примерно 3 өкілін айтатын боламыз. Бұл бензол, толуол және ксилол. Ксилолдың бірнеше түрі бар, оны бар кішкене келесі слайдта немесе тура осы слайдта айтатын боламыз. Бірақ та бірінші осы үшеуімен танысып алайық жөндеп. Біріншісі, қараңыз, мен айта кететін зат. Жалпы авендердің формуласы CN H2N минус 6 болып келеді. N-нің басы N тең немесе көбірек 6-дан болуы тиіс. Сонда біздерде 6-дан бастайтын болсақ, C6 H. 6 көйтілген 2 12 болады, минус 6 бұл 6-ға тең. C7 H. 14 минус 6 бұл 8-ге тең. C8 H 10 болады. Біріншісі бұл бензол, екіншісі толуол, үшіншісі ксилол болады. Енді пока что бірінші болып номенклатурасын айтып шығайық авендердің. Авендер бұл барлығы бензолдан тұратын қосылыстар, сондықтан да бүйтуге болады. Мұндағы толуолдың екінші атауы бар. Бұл бір метил бензол. Оны ұзақ бір метил бензол деп атамау үшін біздер толуол деп айта аламыз. Толуол бұл бір метил бензолдың тривиалды атауы болып келеді. Яғни тарихи где-то 1000 жыл бұрын бір алхимик оны тауып алды, сол алхимик оған толуол деген атау берді. Енді ары қарай қараңыз, авендерді атау тура циклы алкандар сияқты, яғни біздерде бірінші оңбасардың орны 1 деп аталады, кейін ол сағат тілімен 3, 4, 5, 6 деп аталып кетеді. Енді ары қарай мен осы метилдан басқа тағы бір оңбасаларды қосатын болсам, оларды қалай атауға болады?
Біріншіден, менде бір метил бензол деп атауға болады, немесе толуол деп атауға болады. Мен қысқартып толуол деп атағым келіп тұр. Сондықтан бүйтіп айтамын. Мына CH3-тің орны 1 деп болады, хлордікі 2, мындағы 3, мынау 4 болады. Сонда 2 хлор, 2 ғана емес екен ғой. Мында бұл жерде бірнеше хлор бар екен. Сондықтан текс 2-де тұр және 4-де тұр, е? Дихлор толуол болады. Енді қараңыз, мындағы метилдің тұрғаны қажет тұрған түсінікті шығар, е? Бірінші орын екен. Толуолдың метилі постоянно бірінші орын деп аталатын болады. И мындағы болмасала бірінші болып аталатын болады. Яғни мындағы 2-4 дихлор, толуол деген сияқты. Немесе мен бүйтіп жаза аламын. 2-4 дихлор, 1 метил бензол деп те айта аламын. Ше, бұл екеуі де бірдей дұрыс болып келеді. Енді қараңыз, мынандай қосылыстарды атау беретін болса сізде ұбт-да, сіз екеуін де белгілеу керексіз. Яғни егер көп жауапты болатын болса, екеуін де белгілеуге тиіссіз. Өйткені мынау да дұрыс болып келеді, мынау да дұрыс болып келеді. Екеуі бірдей. Сондықтан да екеуін де белгілеу керек. Енді тағы номенклатура бойынша мен не айтқым келіп тұр? Изомерия туралы айтқым келіп тұр мен. Бірінші болып мынаны бітіріп алайық. Текс 1 метил, тағы мен мынандай заттарды қоссамшы ал. Хлордан басқа менде нитро деген заттарды қоссамшы. Текс CH3, так, хлор алып тастайын. Текс енді мында CH3 болсын, мында NO2 болсын, мында бром, мында хлор болсын. Сонымен бірінші орын сол баяғы CH3 тұратын болады, бірінші орында, екінші орында бром тұр, үшінші орында ештеңе, 4-те нитро, 5-те хлор тұр, е? Енді бүйтіп шығайық. Мен толуол қылып атағым келіп тұр. Сондықтан 2 бром, 4 нитро, 5 хлор и басқа ештеңе жоқ менде, сондықтан оны толуол деп аяқтаймын. Немесе 2 бром, 4 нитро, 5 хлор и 1 метил бензол. Енді қарай. Мындағы мен егер естеріңізде болса, изомерияны түсіндірем деп едім, е? Изомерияны түсіндіру үшін маған ксилол қазір как раз керек болып тұр. Енді қараңыз. Бензол негізінен прям жеңіл молекула, е, түсінуге. Ол симметриялы бірдей әр жағынан, әр көміртекте біздерде бір сүзектен, и мындағы қос байланыстар настолько, қос байланыстар постоянно қозғалыста жүреді, сондықтан оны шарик қылып көрсетуге болады, е. Бірақ та бензолдың үстіне біздер радикал қосатын болсақ, мына бензолдың симметриялы болуы полностью бұзылатын болады. Өйткені мына жерде біздерде қараңыз. Мына жерде көміртектің CH-ы жоғалып кетеді, тек қана С ғана қалады. Өйткені мында байланыстар саны қараңыз. Бір байланыс, екінші байланыс, мында қос байланыс бар, үшінші байланыс болып кетеді. Басқа радикалмен сонда төртінші байланыс кетіп қалады. Сутекке орын қалмады. Енді сонда басқаларда CH мына жерлерде. Ал мынада тек қана бір С и сутексіз. Еще оның басында бір радикал тұр, түсініксіз. Енді осылай біздерде бензолдың молекуласының симметриясы жойылады. Содан кейін мына оның қасындағы орындар басқаша атауларға ие болатын болады. Біздер оларды тарихи түрде орта орын дейміз, мета орын дейміз и пара дейміз. Тура солай, мына жер орта, мета, мынау пара деп аталады. Енді қараңыз. Мысалға бізде мына, кстати, мына жердегі радикалдың орны просто по факту
сол радикалдың қасындағы заттардың бәрі осы орта болатын болады. Мысалға мен бүйте аламын. Радикал деген зат естиміз шығар, иә? Бұл С3, С2H5-тер, так, С3-тер, С2H5-тер, С3H7 деген сияқты бір сутегі жетіспейтін алкандардың өкілдері. Енді қараңыз, менде С3 мысалы мында тұр делге, сонда орта орын оның қоршаған екі нүктесі болады. Плечо деп аталады, иықтар. Мынау иықтар, мынау аяқтар деуге болады, мынау құйрық деуге болады. Сонда қасындағы екі нүкте бұл орта-орта, келесі аяқ-аяқ бұл мета-мета, ал мынау пара болатын болады. Осыған параллель тұрған. Енді қараңыз. Осы орта-мета параны қалай қолдануға болады? Біріншіден, біздерде есімізде екі CH3 бар бензолды біздер ксилол деп атадық. Енді қараңыз. Мында CH3 тұр, оның қасындағы орын, мына орын, орта деп аталады. Сонда бұл орта-ксилол. Ал мынау, қараңыз, мынау орта еді, мына жерлер. Енді келесі аяқтар бұл мета деп аталады. Сонда бұл мета-ксилол. Такс, ксилол. Такс. Енді CH3 мында орталар, металар, и мынау пара болады. Сонда мынау пара-ксилол. Енді қараңыз. Мұндағы ксилолдардың бәрі бір-біріне, қалай айтсам, молекулалық формуласы бірдей, яғни бәрінде С8, H10 болады, бәрінде сондай формула молекулалық. Бірақ та әрқайсысының құрамы әртүрлі. Сондықтан бұлар бір-біріне изомер болады. Сөйтіп, ксилолдың үш түрі бар. Үшеуі де бір-біріне изомер. Мына момент түсінікті болды деп ойлаймын. Сонымен, орта бұл радикалдарға іргелес көміртегі атомдар, яғни мына жерлер бірінші, екінші деген сияқты. Мында қателік кеткен. Так, бірінші, екінші деп аталғаны просто мына жердегі былай аталғандар ғой. То есть мынау и мынау дегені. Негізі бұл осындағы екі қырын айтатын боламыз. Метаон. Радикалдар бір көміртек атоммен бөлінетін. Яғни мындағы радикал и басқа радикалдың арасында бір көміртек атомы оларды бөліп отырады. Яғни аяқтар біз айтқан. Енді пара. Радикалға параллель тұрған орын пара болып келеді. Такс. Енді қарай. Бензолдың химиялық қасиеттері. Пока что бүгінгі сабақта біздер тек қана бензолдың химиялық қасиеттерін өтеміз. Ал бензолдан кейінгі мысалға толуол немесе хлорбензол деген сияқтылардың қасиеттерін біздер кейін өтетін боламыз. Бұл бензолдың туындыларының химиялық қасиеттері болып кетеді уже. Енді бүгін тек қана бензол. Сондықтан химиялық қасиеттер, оң басу реакциялары. Қараңыз, бензолдың құрамы біздерде мынандай, Такс. 6 бұрыш. Так, әдемі қылсақ. И оның қос байланыстары бар. Енді қараңыз. Бензол бұл симметриялы молекула, Симметриялы молекула болғандықтан ол өте берік. Бірақ та берік болғанымен ол, кстати, сол беріктігі арқылы алкан сияқты химиялық қасиет көрсетеді. Яғни оң басу реакцияларына түседі, Бірақ та тағы бір айта кететініміз затым. Оның құрамында қос байланыс бар. Сондықтан ол тағы қанықпаған көмірсутектердің қасиеттерін көрсетеді. Ол қосылу реакциялары деген сияқты. Енді қазір бізде оң басу реакцияларын көрсетеміз, яғни алкандарға ұқсайтын қасиеттері. Такс, енді біріншіден галогендеу. Галогендеу бұл мысалға галоген қосу, бұл просто галоген қосу, Бром 2 катализатор ретінде алюминийдің то есть тұзымен катализ дейміз. Бірақ та мұндағы катализатор, қосылатын галогеннің құрамына ұқсау керек. Типа, егер мен бром болсам, ол алюминий бромиді болады, егер хлор болсам, бұл алюминий хлориді болады. Такс. Енді мұнда біріншіден бір сутекті шығарып тастау керек. Сутекті шығарып тастау бұл
өзіңіз білетіндіктен, бензолдың молекуласы симметриялы бірдей, сондықтан любой жерден сутек шығарып тастай аламын. H бром. Енді мен мына онды таңдадық жерге. Мына онды. Текс. Сонда менде қос байланыстар бұзылмайды мында. Бром мында шығып тұрады просто. Сонда менде санау осы бромнан басталады. Бір бром бензол болады. Мынау бензолдың өзі, мынау бензолдың туындысы. Текс, ары қарай. Галогендеуден кейін. Текс. Мында галогендеу деп тұрмау керек, негізі нитрлеу болу керек. Текс, нитрлеу. Енді қараңыз, нитрлеу кезінде қандай реакция жүреді? Тура сол бензол менде HNO3-пен қосылады. Текс. HNO3-пен бақты HO-NO2 деп жазам. Егер естеріңізде болса, не үшін? Өйткені мына жерден бір сутекті алып тастаймын, мына жерден OH-ты алып тастаймын, екеуі бірігіп H2O түседі. Плюс менде сутекті любой жерден алып тастай аламын, Давайте мына жерден алып тастаймын. Текс. Мында NO2 болады. Сонда мынау нитро бензол пайда болады. И ары қарай галогендеу. Галогендеу мына жерде енді қосылу реакциялары. Қосылу реакциясына бензол тоже түсе алады. Мысалға, бүйтіп шығамыз. Мысалға мен мында хлор қосайын. Хлор 2, кішкене әдемірек қылсақ. Хлор 2-ні қосайын. Пайда болады менде, енді қараңыз. Катализатор ретінде уже алюминий бромидін қоса алмаймыз. Өйткені алюминий бромиді болса, бұл жерде оң басу реакциясы болады. Қосылу үшін мен HNO деген катализатор қолданамын. HNO дегеніміз бұл ультрафиолет немесе ультракүлгін сәулелері. Енді ультракүлгін сәулелері арқылы, катализатор арқылы хлорды қосу реакциясы. Бұл кезде ешқандай сутекті шығарып алу керек емес. Бұл жерде тек қана қосылу реакциясы жүреді. Яғни мында менде хлор қосылған кезде қос байланыстар жойылады. Хлор мына жерде қос байланыс болды, мында деген сияқты әр жақта болып еді. Енді хлор қос байланыстардың жойылуы арқылы ол әр жерге қосылады и оны 3-ге көтеруге тура келеді. Егер қысқартылған формуламен жазсақ, бұл С6H6 плюс хлор 2 катализатор HNO пайда болады. С6H6 хлор 6. И теңестіру үшін 3-ті қоямыз. Сонымен, тағы да қосылу реакциясы. Гидролену. Гидролену бұл, егер естеріңізде болса, сутекті қосу реакциясы болып келеді. Яғни H2 қосу керек. Пайда болады бізде уже циклогексан пайда болады. Мына уже қос байланыстар жоқ, бензол болғандықтан бұл уже циклогексан. Қысқартылған формула С6H6 плюс сутек. Пайда болады С6H12. Катализатор ретінде сол баяғы никель, типа платина деген сияқтылар ғой. Никель, температура. Енді тағы да алкилдеу. Біздерде бұдан бұрын алкилдеу деген реакцияның типтері болмаған. Алкилдеу дегеніміз бұл радикал қосылу реакциясы. Мысалға, Фридель Крафтс арқылы алкилдеу. Менде бензол бар. Менде тағы галогені бар, алкан бар. Галогені бар, алкан. Бірінші алканды жазып алу керек. Яғни CH3-ті и хлор. Енді, осы жерде менде сол баяғы алюминий хлор 3 керек катализатор ретінде. Ол өйткені сутекті шығарып алады, мына бензолдың ішінен. Сутек шығып кетеді, галогенмен қосылады. Ары қарай. Сутектің шығып кеткен онына бізде де CH3 болады. Любой жерін таңдай беруге болады. Ол бірінші он болып саналады бәрібір. Какая разница? CH3. Енді, мынау уже, егер естеріңізде болса, бүгінгі сабақта өткен қосылысының аты CH3 бар бензол, бұл толуол деп аталады,
Так, егер қысқартылған формуласын жасақ, С6H6 плюс CH3 хлор, так, алюминий хлор 3, температура, пайда болады H хлор плюс C6H5 CH3 пайда болады. Тололдың қысқартылған формуласы осылай болады. Так, ары қарай. Алкиндер мен алкилдер. Так, ол қалай жасауға болады? Қараңыз, бізде мысалға сол баяғы бензол, иә? Оған алкин қосамыз. CH2, CH2. Так, мында негізі бәрі оп-оңай. Бізде бүйту керекпіз. Бензолды тура солай қалдырамыз. Мындағы сутек. Так, мында бір проблема менде. Сутек керек. Қараңыз. Бізде былай, иә? Мында CH2, мында CH2 болу тиіс. Бақты, мында CH2 болу, то есть, олай жасауға болмайды. Өйткені мында көміртекте 4 баланс болу керек. Мында бір баланс, мында бір баланс, мында да сутек 2-4 болады, иә? Мында бір баланс, мында 2 сутек, 3-ақ баланс бар. Енді біздерге сонда тағы бір сутек табу керек. Егер естеріңізде болса, біздерде мында CH еді, иә? И қос баланс бар қастарында. И мындағы CH енді уже CH емес, а просто C. Өйткені сутек мында кетіп қалады. И мында біздерде мынандай баланс бар. Көміртек, мында қос баланс, жоғасында C, H2 тұр, иә? И CH3 мындағы көміртектің сутегі болып келеді. Мен қазір мына жерде кішкене лупамен ашып көрсеттім деуге болады. Сонымен, так, егер до конца ашып көрсетсем, все-таки CH. Так, қос баланс мында, қос баланс мында. Енді, мынау алкиндер мен алкилдер. Ары алу жолдары, яғни бензолдың алыну жолдары. Біріншіден бұл алкандарды дегидроциклдау, яғни мысалға менде так, CH3, CH2, 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 төте болды, бесеу и алтау болды. И енді қараңыз, осыны мен циклдаймын. Циклдау кезінде менде просто бәрінен сутекті алып тастау керек, дегидрлеу реакциясын жүргізіп отырмын. И енді циклдау үшін, қараңыз, мен мында 6 көміртектен де барлығынан сутек татып алдым. Сол арқылы менде бензол пайда болады. Дегидро циклдау. Так, CH, қос баланс, CH и CH. Енді қысқартылған формула бұл C6H14 сутек бөлінеді, плюс C6H6 бөлінеді. Так, мында 4 деген коэффициент тұру керек, мында да 4 деген коэффициент тұру керек. Сонда 8 сутекті татып алдық, дегидрледік. И сол қалған CH-тарды бізде просто циклға жауып тастадық. Енді көбінесе дегидроциклдар бойынша мынандай жазылуды еске сақтаған жөн болады. Өйткені мынаның бәрін жазып отырамын дегенше, көп уақыт кетіп қалады. Так, цикл алкандарды дегидрлеу. Әрине, бұл жерде циклогександы алып аламыз. Одан сутек бөлеміз и бензолдың сақинасын саламыз. Қысқартылған формула C6H12 болу керек. Так, H12 пайда болады H2 плюс C6H6. Мында 3 деген коэффициент, сонымен болды. Енді ацетиленді тримеризация реакциясы, яғни бұл алкиндерде болған зат негізі C2H2-ні активтенген көміртекпен, яғни белсендірілген көмірмен өткізіп аламыз. Реакцияда бізде C6H6 пайда болады, мұнда 3 деген коэффициент қойылады. Енді сонымен мынаны ашып жазсақ, бұл C2H2 әрине, сол баяғы 3 и бензол сақинасы. Все элементарно. Сонымен, осылай біздерде авиндер, бензолдың химиясы деген сияқты қосылыстардың тақырыбы аяқталады. Келесі видеода біздерде практика шығады, және
Бұдан келесі тақырыпта біздерде бензолдың туындыларының химиялық қасиеттері мен алу жолдары шығады. Сонымен келесі видеоларға дейін сау болыңыз.